Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз екінші лекциямен саясаттану пәнін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз билік ұғымымен байланысты өрбитін болады. Алдыңғы сабақта біз саясаттанудың ең негізгі зерттеу объектісі билік екен деп айтқан болатынбыз. Және енді биліктің саясаттағы негізгі мәселе ол билікті зерттеу болып табылатынын жеткіздік. Бұдан бөлек саясаттың мазмұны бұл билік үшін күрес және билікті жүргізу болып табылады. Жалпы енді билікке қатысты саясаттану ғалымдарының көбісі өз ойларын, пікірлерін айтқан болатын. Мысалға алып қарайтын болсақ, шығыстың ең көрнекті ойшылы Ибн Халдун саясатқа байланысты, жалпы өз ойын, билікке байланысты өзінің ойын айта келе, адам баласының енді басқа да жануарлардан ең негізгі ерекшелігі адамның енді өзінің табиғи саласында негізге ала отырып саналы түрде билік үшін күресі деп айтқан болатын. Бұдан бөлек егер батыстық ғалымдарды алып қарайтын болсақ, мысалға ағылшынның ең ірі фәлсафашысы, философы Бертран Рассел негізі саясаттануды физика ғылыммен салыстырмалы түрде алып отырып, физикада енді басты ұғым энергия болса, саяси ғылымда ең басты ұғым билік екенін жеткізген болатын. Дәл осылай Американың мысалға әйгілі саясаттанушысы әрі әлеуметтанушысы Талкот Парсонс саяси жүйе мен экономикалық жүйені салыстыру арқылы саясаттанудағы биліктің маңыздылығын атап өтеді. Оның пікірінше, экономикалық жүйеде қаржы ақша қандай орын алатын болса, саяси жүйеде билікте сондай орын алатынын айтады. Жалпы енді түптеп келетін болсақ, біз бүгінгі сабақта сендермен билікті қарастыратын боламыз, саяси биліктің не екенін айтамыз, мемлекеттік билік туралы мағлұмат береміз, одан бөлек биліктің легитимділігін атап өтетін боламыз. Енді жалпы билікке қандай анықтама беруге болады? Билік дегеніміз не деген сұраққа келетін болсақ, бәрінен бұрын әрине билік туралы көптеген тұжырымдама, анықтамалар, концепциялар бар. Бұған қатысты мысалға, егер соларды қысқаша айтып өтетін болсақ, билікке қатысты телеологиялық анықтама берілген. Бұл анықтаманың негізін қалаушылардың ең бастысы ол Томас Гоббс болып табылады. Томас Гоббс өзі адам баласының табиғатын тереңдеп зерттеп, жалпы адамның билікке құмарлығын алға тартып, өмірдің өзі, жалпы адамның өзі өмірдің соңына дейін билік үшін күресетін негізгі қабілетке ие екенін жеткізеді. Жалпы және билік әрине болашақта игілікке жетудің негізі құралы ретінде қарастырады. Сондықтан телеологиялық анықтама жалпы билікті белгілі бір мақсатқа, белгіленген нәтижеге, белгілі бір қорытындыға жету мүмкіндігі деп түсіндіреді. Бұдан бөлек бихевиористік анықтаманы да айтып өтуге болады билікке қатысты. Бихевиористік анықтама билікті негізі басқа адамдардың жүріс тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негізделген іс-әрекеттің ерекше түрі деп есептейді. Бұнымен шектелмейді, әрине инструменталистік анықтама да бар. Бұл анықтамаға сәйкес негізінде бұның ең негізін қалаушы саясаттанушы Роберт Даль болып есептелінеді. Роберт Даль негізі билік бір адамға екінші бір адамды өз еркімен жасамайтын іс-әрекетті жасауға мәжбүр ету мүмкіндігі ретінде қарастырады. Сондықтан негізінде инструменталистік анықтама билікті белгілі бір құралдарды, амалдарды, зорлық-зомбылық, күштеу сияқты шараларды қолдану мүмкіндігі деп біледі, және осы тұрғыдан билікті негізінде түсіндіреді. Бұдан бөлек структуралистік анықтама да бар. Структуралистік анықтама негізі құрылымдық анықтама болып есептелінеді. Бұл анықтаманың ең негізгі ерекшелігі бұлар адамды екі категорияға бөліп қарастырады. Структуралистік анықтама
негізінде тұлғалардың біреуін бір жағынан кейбір тұлғалардың әміршіл, басқаруға қабілетті екендігін мойындайды, ал екінші бір тұлғаларды, екінші категория тұлғаларды бұлар көбінесе көнгіш, көнбіс, басқа біреу өз ырқын билеп, басқарып, жол көрсететін тұлға ретінде қабылдайды. Сондықтан енді бір жағынан туа біткен басқару қабілеті бар тұлғалар мен көнгіш тұлғалар арасында, екеуінің арасындағы байланыс негізі билік қарым-қатынастарын тудырады деген ой өрісті алға тартады. Бұдан бөлек саясаттануда конфликтілік анықтама бар, яғни жанжалға негізделген анықтама да алға тартылған. Бұл конфликтілік анықтама негізі билікті дау жанжал жағдайында игілікті бөлуді реттейтін мүмкіндік шиеленісті шешудің құралы деп түсіндіреді. Енді түптеп келгенде жалпы ғалымдардың көбісі әрине осы билік ұғымына қатысты көптеген ой пікірлер, өздерінің ой өрістерін жеткізген болатын. Бірақ бір сөзбен айтатын болсақ, осы айтылған тұжырымдамаларды негізге ала отырып, билік дегеніміз негізі саясаттануда біреудің екіншілерге әмірін жүргізіп, олардың іс-әрекеті қызметіне ықпал етуін айтады. Бұл жерде әрине бір А тұлғаның немесе бір А категориясындағы мүдделі топтың Б тұлғаға немесе Б-дағы мүдделі топтарға олардың іс-әрекеттеріне, қызметіне ықпал ете білу қабілеті негізі билікті тудырады. Бұл жерде әрине бұны айтып кеткеннен кейін, мысалға Американың ғалым Морис Фьюридің ұстанымын негізге алсақ болады. Морис Фьюри өзінің негізі ғылыми еңбектерінде билік феноменін зерттей келе, ол негізі билік тек қана ықпал әсер етумен ғана өлшенбейді. Бұдан бөлек биліктен, яғни саясаттануда, саяси ғылымда биліктен сөз қозғау үшін әрине ол билік қарсы жақтың іс-әрекетін өзгертуге бағытталуы қажет деген бір пікірді, бір концепцияны, теорияны алға тартады. Демек, біз саясаттануда билік туралы сөз қозғаған кезде жоғарыдағы тұжырымдамаларды негізге ала отырып, әрине бұл жерде белгілі бір тұлғаның немесе белгілі бір таптың, мүдделі топтың екінші бір тұлғаға немесе екінші бір мүдделі тапқа олардың іс-әрекеттерін өзгертуге бағытталған ықпал ету, әсер ете білу күші ретінде қарастыруымызға болады. Жалпылама енді алып қарайтын болсақ, енді биліктің негізі саясаттануда бірнеше түрі қарастырылады. Әрине биліктің мысалға әлеуметтік билік түрі бар, биліктің құқықтық түрі бар, биліктің әскери, биліктің рухани түрлері бар. Бірақ саясаттану кез келген билік түрін зерттемейді. Саясаттану көбінесе мемлекеттік саяси билікті зерттейді. Негізгі нысаны өзі, объектісі мемлекеттік саяси билік. Сондықтан бұл жерде жалпы айтып кететін болсақ, мемлекеттік билік пен саяси билік арасындағы кейбір айырмашылықтарды да тоқталып өтуіміз керек. Негізінде саяси билік ол саясаттануда кең мағынада қолданылады. Яғни саяси биліктің ішіне мемлекеттік билік те кіреді. Бұдан бөлек мемлекеттік биліктен басқа да мысалы халықаралық деңгейдегі билік, халықаралық ұйымдар да саяси биліктің ішіне жатады. Яғни саясаттануда саяси билік кең ауқымды болып табылады. Мемлекеттік билік болса саяси биліктің бір түрі ретінде қабылданады және тар мағынада қолданылады. Енді мемлекеттік билікті айтқан кезде оның кейбір өзіндік ерекшеліктері бар. Ең маңызды ерекшелігі мемлекеттік биліктің оның белгілі бір территорияда, белгілі бір аумақ шеңберінде орналасуы және өзіне қатысты күштеу аппаратының болуы. Осы екі негізгі фактор, яғни мемлекеттік билікте күштеу аппаратының болуы, оны негізі саяси биліктен де белгілі бір мөлшерде ажыратады. Яғни саяси билік дегеніміз кең ауқымды деп айттық қой. Бұл жерде мысал ретінде айта кететін болсақ, салыстырмалы түрде мемлекеттік билік пен саяси билік арасында. Мысалы, бұрынғы дәуірде ақсақалдар кеңесі болатын. Ақсақалдар кеңесі негізі өзінің қарамағындағы, маңайындағы қоғамға, топтар мен таптарға өте ықпалды бір күш ретінде есептелінетін және өзіндік бір билігі болатын.
Алайда мысалға ақсақалдар кеңесінің қазіргі таңдағы мемлекеттік биліктен ең негізгі айырмашылығы бұл ақсақалдар кеңесінің күштеу аппаратының болмауы. Күштеу аппараты болмағандықтан олар өздерінің мысалға ой өрістерін, өздерінің айтқандарын күш қолдану арқылы істету мүмкіншілігіне ие емес еді. Ал қазіргі таңда біз мысалы саяси биліктен мемлекеттік билікті ажыратудың ең негізгі факторы оның күштеу аппаратының болуы. Сондықтан негізі саяси билік мемлекеттік билікке қарағанда кең ауқымды болып, және мемлекеттік билік саяси биліктің де бір ішіне кіруіне қарамастан, бірақ мемлекеттік биліктің ең негізгі ерекшелігі, тағы да айтып өтейік, ол күштеу аппаратының болуы болып табылады. Енді бұл жерде біз жалпылама мемлекеттік билік туралы айтып отырмыз, бірақ саяси билік туралы да сөз қозғауымыз қажет. Негізі саяси билік, жаңағыны атап өткеніміздей, ол кең ауқымды, ол тек қана ішкі саяси билікті ғана ішіне алмай, халықаралық деңгейдегі де билікті, бұдан бөлек халықаралық ұйымдарды да ішіне алатындай деңгейде негізі кең көлемді өзінің зерттеуін жүргізеді. Саяси билік тұрғысынан енді қараған кезде көбінесе саяси билік қандай уақыттарда пайда болады, және саяси билікті күшейтетін негізгі факторлар, қорлар нелер болып есептелінеді деген сұраққа келетін болсақ, енді әрине саяси билік бар жерде міндетті түрде теңсіздік болады. Енді теңдік бар жерде биліктен сөз қозғау мүмкін емес. Билік деп сөз қозғаған кезде міндетті түрде бір жерде күшті ықпалды жақ болады, екінші жақта әлсіз жақ болады. Яғни күшті ықпалды жақ әлсіз жаққа өзінің үстемдігін, өзінің билігін, өзінің мақсаттарын, іс-әрекеттеріне жүзеге асыратындай бір күшке ие болады. Саяси билік тұрғысынан, яғни үстемдік етіп отырған таптардың билігін күшейтетін ең негізгі қорлар не? Ең бірінші қор ол экономикалық қор, қаржы қоры болып есептелінеді. Қандай да бір саяси билік болмасын, оған ең алдымен қаржы қаражат керек. Мысалы, сайлау науқанын алып қарайтын болсақ, сайлау науқанына бәрімізге мәлім көптеген қаржы жұмсалады. Сондықтан, мысалы, сайлау науқанына қатысатын тұлғалар немесе мүдделі топтар, олар көбінесе қаржы тұрғыдан, мол қаржы тұрғыдан ықпалды топтар болып есептелінеді. Мысалы, Америка құрама штаттарында сайлауға көбінесе қаржы тұрғысынан ықпалды тұлғалар қатысады. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Демек, экономикалық қор саяси билікті күшейтетін, қоғам ішіндегі белгілі бір топ пен таптардың және тұлғалардың ықпалын күшейтетін ең негізгі қор болып есептелінеді. Сондықтан саясаттануда билік тақырыбы зерттелген кезде міндетті түрде экономикалық қор маңызды, байланысты, яғни саясат пен билікпен тығыз байланысты тақырып ретінде зерттелетінін айтып өтуіміз қажет. Әрине бұл жеткіліксіз, яғни саяси билік тақырыбы саясаттануда зерттелген кезде бұл билікті күшейтетін, билікті белгілі бір топтың, белгілі бір тұлғаның екінші бір топқа немесе екінші бір тұлғаға өзінің үстемдігін жүргізудегі ең негізгі әдіс құралдарының екіншісі ол күш жұмсау құралдары болып есептелінеді. Яғни үстемдік етіп отырған тап әрине өзінің мүддесін, өзінің билігіне қарсы қалыптасқан белгілі бір топтан өзін қорғау үшін не қылады? Белгілі бір күш жұмсайтын арнайы аппарат, арнайы бір құрылым қалыптастырады. Бұл бір жағынан билікті құлатуға әрекет жасайтындардың мүмкіндігін шектейді. Екінші жағынан билік өзінің қалыптастырған саяси жүйесінде қорғауға жәрдем береді. Демек, саяси билікті күшейтетін қоғам ішінде екінші ең негізгі фактор бұл күш факторы болып есептелінеді. Күш жұмсау құралдарын қолда ұстау факторы. Үшінші ең негізгі фактор бұл ақпарат құралдары факторы. Яғни қоғам ішінде саяси билікке кіретін, мысалға түрлі топтар мен таптар, саяси партиялар, тағы басқа ықпалды, яғни қоғамда үстемдік етуге негізгі тұлғалар мен таптар, бұлардың өздерінің саяси билігін күшейту үшін тағы басқа ең маңызды құрал ол ақпарат құралдары. Ақпарат құралдары қазіргі таңда негізі қоғам өмірінде төртінші билік болып есептелінеді. Бұл билік не үшін маңызды рөл ойнайды? Өйткені бұлар тікелей
қоғамның санасына, ой өрісіне әсер етеді. Ал қоғамның санасына, ой өрісіне әсер еткен кез келген тұлға қоғамның қолдауын алу арқылы өзінің саяси билігін күшейтуге ең маңызды тетікке иеленеді. Сондықтан мысалға қоғам ішіндегі радио, қоғам ішінде теледидар, қоғам ішіндегі газеттер, яғни бұқаралық ақпарат құралдары, бұларда саяси өмірге ықпал ететін ең маңызды төртінші билік болып есептелінеді. Сондықтан үстемдік етіп отырған топ көбінесе бұқаралық ақпарат құралдарын бақылауға, немесе билікке қол жеткізгісі келетін тұлғалар мен мүдделі топтар бұқаралық ақпарат құралдарын құрып, оларды өзінің мүддесіне сай пайдалануға басты назарға алады. Сондықтан саясаттану билік феноменін зерттеген кезде, әсіресе саяси билікті зерттеген кезде, міндетті түрде саяси билік пен бұқаралық ақпарат құралдарын байланысты зерттейтін жерді атап өткен жөн. Бұдан бөлек әрине тағы ең маңызды фактор ол әлеуметтік әдіс құралдар факторы. Бұған қарағанда бұл негізі құрал үстемдік етіп отырған билік негізі өзін қолдайтын, өзінің билігін одан әрі күшейтетін белгілі бір мүдделі адамдар тобын өз маңайына жинақтайды, осындай мүдделі адамдарды іздейді. Саяси билікке ұмтылушы, үстемдік етуге ұмтылып атқан топтар өзінің маңайына топтасқан, енді өзін қолдайтын мүдделі топтардың біріншіден жағдайын жасау арқылы, оларға керекті барлық жағдайларды жасап, олардың да мүдделеріне жауап беретін деңгейде амал әрекет жасап, оларды өзіне бір жағынан тәуелді етуге тырысады, екінші жағынан олардың күш-жігерін, оған қолдауын пайдалану арқылы билікте өзінің үстемдігін ары қарай күшейтуге атсалысады. Мысалға батыстық елдерді алып қарайтын болсақ, батыстық елдерде көбінесе орта тап буыны өте көп, және бұл орта тап буыны үстемдік етіп отырған тап, орта тап буынын күшейтуге, оларды көбейтуге тырысады. Енді алып қарайтын болсақ, орта буын тап негізі, егер неғұрлым бір қоғамның ішінде орта тап буыны көп болатын болса, ол орта тап буыны әрине үстемдік етіп отырған билікті белгілі бір мөлшерде өздеріне қызмет жасап, өздерінің жағдайларын неғұрлым көп жасауына байланысты оларды қолдап отыратыны мәлім. Сондықтан бұл жерде ең бастысы, егер бір қоғамның ішінде үстемдік етіп отырған билік саясаттану тұрғысынан алып зерттеген кезде өз билігін ары қарай күшейткісі келетін болса, олар міндетті түрде қоғамның көпшіліктің жағдайын жасап, халықтың жағдайын жасап, олардың қолдауын алу арқылы не қылады, өзінің билігін, саяси билігін күшейте алады. Сондықтан әлеуметтік әдіс құралдарына жататын бұл негізгі қолдайтын таптардың жағдайын жасау факторда саясаттануда саяси билік тақырыбымен тығыз байланысты зерттеледі. Бұдан бөлек әрине ақпарат құралдарымызды жаңағыны айтып өттік, бірақ информациялық қорда саяси билікті күшейтуде ең маңызды рөлді атқаратынын атап өткен жөн. Мысалға жапондықтардың айтуына қарағанда, олар тек қана жапондықтар емес, басқа да ғалымдардың негізі бұл пікірді алға тартқан болатын. Информация кімнің қолында болса, 21-ші ғасырда билік соның қолында болады деп айтады. Бұл не демек? Бұл егер кез келген бір тұлға алдағы уақытта үстемдік етуші бір топқа немесе үстемдік етуші бір тұлғаға айналғысы келсе, ол міндетті түрде информациялық қорды өзіне бағындыра білу керек. Бұл тек қана тұлғалар тұрғысынан емес, мемлекеттер тұрғысынан да солай. Мемлекеттер бір-бірімен бәсекелескен кезде, әсіресе билік тұрғысынан, әсіресе ықпал ету бәсекелестік тұрғысынан, олар қолдан келгенше осы информациялық қорды өзіне толыққанды бағыныштығып ұстауға, информациялық қорды иеленуге қолдан келгенше тырысуға тырысады. Неғұрлым бұл жүзеге асқан сайын, сол мемлекеттің немесе тұлғаның немесе мүдделі топтың билігі де қоғам өмірінде күшейетіні анық. Жалпы билік, яғни біз жаңағына биліктің не екенін қысқаша атап өттік. Билік дегеніміз ол тек қана мысалға ықпал ету, әсер ету емес, бұдан бөлек билік дегеніміз қарсы жақтың іс әрекетін өзгертуге бағытталғанын да жеткізген болатынбыз.
Жалпы бұндай іс-әрекетті өзгертуге, қарсы жаққа бағытталған іс-әрекетті өзгертуге, оған ықпал жасай білуге, оған әсер ете білу үшін әрине биліктің кейбір қайнар көздері бар. Бұл қайнар көздеріне не жатады? Біріншісі әрине байлық. Біз жаңа айтып өттік, бұл экономикалық қор, қаржы қоры. Екіншісі әрине бедел де маңызды рөл ойнайды. Үшіншісі күш, яғни ықпалды белгілі бір күштің де болуы маңызды рөл ойнайды. Бұдан бөлек биліктің қайнар көзіне адамның қоғамда алатын орны да өте маңызды рөл ойнайды. Білім осы тұрғыдан маңызды рөл ойнайды, және хабарлама, яғни информациялық қор. Осының бәрін жинақтай келе, егер бір тұлға немесе кез келген бір мүдделі топ осы биліктің қайнар көзіне ие болатын болса, олар міндетті түрде саясаттану тұрғысынан, ғылым тұрғысынан саяси билік зерттеген саясаттану бұндай тұлғалардың және мүдделі топтың билікке ұмтылуының алға шығатынын және күшейетінін алға тартады. Бұдан бөлек енді саяси билік жалпы тақырыбын қарастырып келейін. Бұл жерде айта кететін жайт, енді саяси биліктен бөлек биліктің легитимділігі тақырыбында атап өткен жөн. Биліктің легитимділігі дегеніміз нені білдіреді? Биліктің легитимділігі дегеніміз әрине биліктің заңдылығын, яғни легитимді деген сөз өзі латын тілінен шыққан, шындық деген мағынаны білдіреді. Легитимді дегеніміз бір сөзбен айтатын болсақ, ол халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның заңдылығы мен шешімдерінің растауы болып табылады. Яғни биліктің легитимділігі көбінесе бұл демократиялық елдерде кездеседі, және демократиялық елдерде кездескен бұндай билікте негізі екі маңызды қағида орын алады. Ол біріншісіне, яғни биліктің легитимділігі немен өлшенеді? Ең бірінші өлшеу құралы ол сайлау жүйесі. Егер сайлау халықтың қалауы, яғни халықтың өзінің қалаған басшысын, өзінің қалаған лидерін, немесе өзінің қалаған алдыңғы қатарда үстемдік етіп отырған топтың ешқандай қысым көрмей, тікелей сайлау жолы арқылы сайлап, оның билікке келуіне ықпал ететін болса, бұл әрине ең біріншісі биліктің легитимділігіне жол ашады. Ол бірінші фактор. Одан бөлек әрине биліктің екінші ең негізгі фактор ол биліктің конституциялық қағидаттарға сәйкес қалыптасуы. Яғни кейбір елдерде біз көріп отырмыз, кейбір елдерде мысалға биліктің құрылымы конституциялық негізде қалыптаспаған елдер де бар әрине. Біз ондай елдерді әрине легитимді елдер деп атай алмаймыз. Легитимді ел болу үшін ол жердегі сайлау жүйесі, сайлау процесі, ол жерде халықтың өз қалауларын конституциялық негізде белгіленуі, және ол билікке келген тұлғаларында конституциялық негізде өз қызметтерін атқарып жатады. Яғни осы екі негізгі фактор. Біріншісі сайлау жүйесі, сайлау жүйесінің демократиялық жүйеге сәйкес, азаматтық қоғам негіздеріне сәйкес өтуі. Екіншісі сайланған тұлғалардың өз қызметтерін конституциялық құқық шеңберінде жүзеге асыруы, бұл биліктің легитимділігін, яғни заңдылығын тудырады. Мемлекет неғұрлым бұл екі факторды толыққанды орындап жүзеге асыратын болса, ол мемлекет соғұрлым легитимді болып есептелінеді. Бұл саясаттану ғылымында жалпы саяси биліктің легитимділігі деген мағынаны білдіреді. Бұдан бөлек әрине бұл саясаттануда саясаттың мен мемлекеттің, жалпы мемлекеттік биліктің легитимділігі тақырыбын ең көп зерттеген ғалым Макс Вебер болып табылады. Ол көптеген үлес қосқан болатын. Макс Вебер негізі биліктің легитимділігін үш негізгі үлгісін көрсетеді. Ең бірінші үлгі ол әдеп ғұрыпқа негізделген легитимділік. Бұны қалай түсінуге болады? Әдеп ғұрыпқа негізделген легитимділік. Біріншіден белгілі бір қоғамда мысалға билік, мемлекеттік билік болсын, саяси билік тағы басқалары, көбінесе бұл биліктер атадан балаға мұра ретінде қалады. Әкеден балаға мұра ретінде қалатын елдер бар билікте. Бұндай билікті негізінде халық өзі де мойындайды, өзі де қалайды. Оған ешқандай қарсылық та білдірмейді. Бұл да енді негізі
легитимді болып есептелінеді бұндай билік. Бірақ бұлар әдеп ғұрыпқа негізделген легитимділік. Яғни халықтың санасына терең сіңген, көбінесе салт дәстүрге сүйенген мемлекеттерде бұндай билік түрі орын алады. Мысалға алып қарайтын болсақ, қазіргі таңда бұндай елдердің басым бөлігі монархиялық елдер болып есептелінеді. Бұндай елдерде мысалға билік Сауд Арабиясы елі, немесе Таяу Шығыстағы кейбір араб елдерінде негізі биліктің легитимділігі осы әдеп ғұрыпқа негізделіп қалыптасқанын байқауға болады. Ол жерде билік әрине атадан балаға мұра ретінде қалады. Халықта бұндай саяси жүйені ешқандай қарсылық білдірмей мойындайды. Егер халық қарсылық білдірмей мойындайтын болса, және бұған бас иетін болса, бұл әрине күш қолданбай бас иетін болса, бұл әдеп ғұрыпқа негізделген легитимді билік болып есептелінеді. Бұдан бөлек Макс Вебердің алға тартқан екінші легитимділік түрі ол харизматикалық легитимділік түрі. Харизматикалық легитимділік дегеніміз нені білдіреді? Қоғам ішінде кейбір тұлғалар, бұлар әсіресе лидерлік қабілеті бар тұлғалар, бұлар өзінің батырлығымен, батырлық қасиеттерімен, адалдығымен және басқа да үлгілі қабілет қасиеттерімен қалған тұлғаларға қарағанда алдыңғы қатарға шығып және халықтың қолдауына ие болады. Мысалға алып қарайтын болсақ, бұл Иранда Аятолла Хомейни, мысалға алып қарайтын Үндістанда Махатма Ганди. Бұл тұлғалардың мысалға билікке келуі көбінесе осы харизматикалық легитимділік, яғни халықтың қолдауын алды әрине, бірақ бұлардың өзіндік кісілік келбетіне негізделген харизматикалық ерекшеліктері талқылып билікке келіп, осының арқасында қоғамның қолдауын алған тұлғалар болып есептелінеді. Сондықтан бұларды біз бұндай тұлғаларды немесе бұндай елдердегі қалыптасқан билік түрін біз харизматикалық билік негізінде зерттеуіміз қажет. Үшінші билік түрі бұл ақыл парасаттыққа және құқықтық легитимділікке негізделген билік түрі. Қазіргі таңда мемлекеттердің басым бөлігі осы легитимділік түріне қарай өзін қалыптастырған болатын билікті. Бұл әрине билік салт дәстүрге немесе тарихи тұлғаға негізделмеген. Бұлар негізі өзінің легитимділігін құқықтық негізде алған. Біз жаңа ғана айтып өттік қой, демократиялық елдерде көбінесе бір биліктің легитимді болуы үшін екі негізгі өлшеу шарты бар. Біріншісі ол сайлау жүйесі, екіншісі конституциялық құқыққа қарай басқару жүйесінің қалыптасуы. Міне осы екі, яғни сайлау жүйесіне, яғни құқықтық негіздегі, ақыл парасатқа негізделген легитимділік түрі, егер конституцияға негізделіп жатса, және сайлау жүйесіне негізделіп, халықтың қалауы еш қысым көрмей, осы ашық сайлау негізінде келіп жатса, бұндай жүйені біз негізінде құқықтық легитимді билік деп есептейміз. Құқықтық легитимділік билік қазіргі таңда мемлекеттердің басым бөлігінде осындай бір жүйе орнатқанын айтып өтуге болады. Бұдан бөлек әрине, енді біз жаңа ғана саяси билік туралы айтып өтіп жатырмыз, биліктің легитимділігі туралы айтып өттік, бірақ бұл жерде тағы айта кететін жайт, мысалға мемлекеттік билік тұрғысынан негізі мемлекеттік билік деп айтқан кезде мемлекеттік билік өзінің мақсатын, өзінің стратегиясын жүзеге асыру үшін кейбір өзіне қатысты тармақтарды қалыптастырған. Біз жаңа айттық қой, мемлекеттік билік негізі тар мағынада саясаттануда зерттеледі, ол саяси биліктің ішіне де кіреді. Әрине, бірақ саяси биліктен ең негізгі ерекшелігі оның күштеу аппаратының болуы, белгілі бір аумақта орналасуы. Осы тұрғыдан, яғни белгілі бір аумақта өзінің мақсатын, мүддесін, өзінің стратегиясын жүзеге асыру үшін негізі мемлекеттік билік үш тармақты қалыптастырған болады. Бұл үш тармақтың қалыптасуына тарихи тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан ең үлкен ықпал жасаған бұл ағылшын ойшылы Джон Лок болып табылады. Бұдан бөлек француз ойшылы Шарль Монтеске де негізі билік тармақтарының қалыптасуына ғылыми тұрғыдан өте көп үлес қосқан. Бұл тармақты біз үшке бөліп қарастырамыз. Яғни мемлекеттік билік өзінің мақсатын, мүддесін, өзінің стратегиясын жүзеге асыру үшін үш тармақ арқылы бұның бәрін жүзеге асырып отырады. Біріншісі ол заң шығарушы билік. Заң шығарушы билік әлемдік деңгейде барлық елдерде бұл
парламент болып қалыптасады. Олар немен айналысады? Заң шығарады, оны бекітеді, өзгертеді, немесе заңды жоюмен айналысады. Қазіргі таңда мысалы Қазақстан Республикасында парламент 2 палатадан тұрады, Сенат және Мәжіліс. Кейбір елдерде мұндай парламент 1 палатадан тұрады. Бұл әрине мемлекеттердің саяси жүйесіне қарай, өзіндік ерекшеліктеріне қарай қалыптасады. Біріншісі, яғни мемлекеттік биліктің өз ісін атқару үшін құрған ең негізгі бірінші тармағы ол заң шығарушы. Бұны қысқаша атап өттік. Екіншісі атқарушы билік. Яғни атқарушы билікке үкімет пен әкімшілік жатады. Әрине атқарушы билік енді заң шығарушы өкілдік органдар тарапынан қалыптастырылады, және атқарушы билік заң шығарушы биліктің бақылауында болып табылады. Бұл дүние жүзінде солай. Бірақ бұл әрине атқарушы биліктің тікелей заң шығарушы билікке тәуелді деген мағынаны білдірмейді. Өйткені атқарушы биліктің де өзіндік атқаратын қызметтері бар. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, жалпы негізінде үкімет саяси шешімдер шығарады атқарушы билікте, ал әкімшілік сол саяси шешімдерді жүзеге асырады, яғни атқарады. Бұл екінші негізгі тармағы. Үшінші негізгі тармағы сот билігі. Сот билігі негізі заң шығарушы және атқарушы билікке тәуелді емес, тәуелсіз болып есептелінеді. Дүние жүзінде барлық жерде солай. Бұлар парламентке де бағынбайды, бұлар тікелей барлық шешімінде тәуелсіз шешімдер қабылдайды. Бұлардың ең негізгі мақсаты бұлар негізі заңның бұрмалауынан сақтайды, ең негізгі істейтін қызметтері, және адамдардың құқығын қорғайды. Тәуелсіз болғандықтан бұл жердегі шешімдер ешқандай жаңағы билік тармақтарына тікелей тәуелді болмай, барлық шешімдер тәуелсіз қабылданады. Ең бастысы халықтың, елдің, мемлекеттің мүддесіне сай шешімдер қабылданады. Жалпы осы үш негізгі тармақ қазіргі таңда мемлекеттік биліктің өзінің негізгі мақсаттарын, өзінің негізгі іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін қалыптастырған негізгі тармақтар болып табылады. Бұны алдағы сабақтарда мемлекеттің саяси жүйесін зерттеген кезде, мемлекетті зерттеген кезде қосымша тереңірек айтатын боламыз. Бұдан бөлек, әрине билік деп айтқан кезде билік өзінің мақсат мүдделерін жүзеге асыру тұрғысынан да екіге бөліп қарастыруға болады. Бұны да айта кеткен жөн. Ең біріншісі мысалға ағылшынша айтқанда мысалға hard power, soft power деп екіге бөлетін ғалымдар да бар саяси тұрғыдан. Hard power бұл көбінесе биліктің күш қолдану арқылы жүзеге асуы, күштеу, яғни белгілі бір тұлғалар, белгілі бір мүдделі топтар өзінің билігін жүзеге асырған кезде бұлар күш қолдану арқылы да жүзеге асыруы мүмкін. Бұндай күш қолдануда, яғни күшті алға тартып, көбінесе қысым жасау арқылы өзінің айтқандарын істетуі де бұл hard powerға жатады, яғни күш қолдану тәсіліне жатады биліктің. Бұндай тәсілде көбінесе тәуелділік деген фактор қолданылмайды. Яғни А тұлғасы күш қолдану арқылы қарсы жақтағы Б тұлғасына өзінің айтқанын көбінесе қысым жасау, күш факторын қолдану арқылы өз билігін, өз ықпалын жүргізуді негізге ала тартады. Екіншісі soft power деп айтады, яғни жұмсақ күш. Жұмсақ күш дегеніміз бұл жерде көбінесе жұмсақ тәсілдерді пайдалану арқылы, яғни көндіру, тәуелді бір қалыпқа келтіру арқылы өзінің айтқанын, өзінің мүддесін, өзінің мақсатын жүзеге асыру және қарсы жаққа ықпал ету, әсер ете білу күшін айтады. Сондықтан жұмсақ күште көбінесе тәуелділік факторы басты рөл ойнайды. Егер бір тұлға жұмсақ күш саясатын жүргізгісі келсе, мысалға саяси тұрғыдан билігін, өзінің қоғамдағы ықпалын, ол міндетті түрде қандай тәсілді пайдаланады? Тәуелді ету тәсілін пайдаланады. Сондықтан айтып отқан күш қолдану, яғни билікті жүзеге асыруда күш қолдану тәсілі мен жұмсақ күш арасындағы ең негізгі айырмашылық, күш қолдану тәсілінде көбінесе қатаңға негізделген, қатаң жүйеге негізделген. Бұндай елдерде көбінесе авторитарлық, тоталитарлық бір саяси жүйе орныққанда кездеседі. Бұлар көбінесе күшті қысым жасауды алға тартады. Ал жұмсақ күшті алға тартқан мемлекеттер болса,
Бұлар демократияға негізделген, ашық қоғамға, азаматтық қоғамға негізделген елдер, және бұлар күш қолдану емес, көбінесе қарсы жақтың да мүддесін ескере отырып, оны белгілі бір мөлшерде онда жағдайын жасай отырып, өзіне тәуелді ету және соның негізінде өзінің мақсат мүдделерін жүзеге асырып жатады. Бұл тек қана тұлғалар немесе мүдделі топтар арасында ғана жүзеге асырылмайды. Мемлекеттер де бір-бірімен саяси билікке негізделген қарым-қатынастарға кірген кезде көбінесе hard power, яғни күш қолдану тәсілі немесе soft power, жұмсақ күшті қолданғанын байқауға болады. Құрметті студенттер, бүгінгі жалпы лекциямызда біз осы билік феноменін бірге зерттеген болатынбыз. Бұл билік феноменді әсіресе билік тақырыбын қарастырған кезде біз билік ұғымын және билік туралы тұжырымдамаларды қарап шықтық. Бұдан бөлек әрине саяси билік пен мемлекеттік билік арасындағы қандай айырмашылықтар бар, олар туралы қысқаша айттық. Биліктің легитимділігі туралы тоқталдық. Одан бөлек әрине мемлекеттік билік өзінің мақсат мүдделерін, өзінің ісін және өзінің стратегиясын жүзеге асыру үшін қандай тармақтарды құрғанына қысқаша тоқталып өттік. Және белгілі бір үстем етіп атқан тап өзінің билігін жүргізу үшін күш қолдану немесе жұмсақ күш тәсілдерінде де осы жерде тоқталып өттік. Алдағы семинарларда біз бұған қатысты тақырыптарды жалғастыратын боламыз. Бірақ жалпы тақырыптарымыздың барлығы негізі саясаттанумен тығыз байланысты болғандықтан осы билік тақырыбымен де байланысты болады. Осылайша біз бүгінгі лекциямызды аяқтаймыз. Алдағы уақытта лекцияларда кездескенше. Жақсы, рахмет.